Сәлем достар. Бүгін біз Adobe Premiere Pro 2018 бағдарламасының мысалында монтаж жасау бағдарламасымен танысамыз. Жалпы алғанда барлық монтаж жасайтын бағдарламалар шамамен бір принциппен жұмыс жасайды. Сондықтан қандай бағдарламамен жұмыс жасасақ та монтаж жасау принциптері өзгермейді. Неге менің таңдауым Premiere Pro? Кез келген бағдарлама өте оңай деп есептеледі. Кез келген бағдарламаның өзінің плюстары бар және минустары бар. macOS операциялық жүйесін қолданатындар Final Cut Pro X-тің өте керемет, өте жақсы бағдарлама екенін мақтайды. Телебағдарламаларды монтаж жасап жүрген жігіттер Edius бағдарламасын өте мақтайды. Өте жеңіл, өте ыңғайлы, өте тез жұмыс жасайтын бағдарлама деп. Бірақ әр бағдарламаның өзінің кемшіліктері бар, өзінің плюстары бар. Мысалы, мен үшін Premiere Pro бағдарламасының өте үлкен плюсы Adobe компаниясының басқа да өнімдерімен етене жұмыс жасауы. Ал енді жалпы бағдарламамен танысайық. Танысу үшін ең алдымен біз жаңа жоба жасаймыз. New Project деген батырманы басамыз. Содан кейін алдымен қай қалтаға жобаны сақтау керек, соны таңдаймыз. Проекттің атын таңдадым. General қалтасындағы баптаулармен танысып өтейік. Video rendering and playback дегеніміз компьютеріңіздің қандай құрылғыларымен ойнату немесе экспорттау. Біріншісі Mercury Playback Engine GPU Acceleration CUDA. Бұл деген CUDA деген NVIDIA компаниясының видеокарталарына арналған қосымша үдеткіш алгоритмі. Яғни сіз белгілі бір есептеу кезінде, экспорт кезінде, жалпы видеомен жұмыс жасаған кезде, сіздің видеокартаңыз процессорыңызға көмек ретінде өзінің есептегіш мүмкіндіктерін қосады. Екінші нұсқа Mercury Playback Engine Software Only. Яғни бағдарламаның өзінің алгоритмдарының негізінде процессор жұмыс жасайтын есептегіш. Біз әрине бірінші нұсқаны таңдаймыз, себебі ол бағдарламаның жұмысын тездетеді. Екіншісі Display формат. Бұл жерде уақыт тізбегінің форматы бізде 4 нұсқа тұр. Бірінші нұсқа ол таймкод, ол сағат, минут, секунд, кадр. Екіншісі фут және 16 мм кинотаспаның кадрлар саны. Тура сол сияқты фут және 35 мм таспаның кадрлар саны. Төртінші нұсқа кадрлар саны. Яғни мысалы сізде 10 секунд видео болатын болса, секундына 25 кадр жылдамдықпен 250 кадр болады. Осы қалтадағы баптаулар қазір қалай көрсетіліп тұр, солай қалдыра беруге болады. Екіншісі Scratch Disks. Яғни проекттегі қолданылатын қосалқы материалдарды қай жерге сақтау, қалай жұмыс жасау. Видеоны жазып алу. Яғни егер сіз камерадан, олмаса басқа да жазу құрылғысынан, магнитофон деген сияқты видеоны қай қалтаға лақтыру керек. Менде бәр жерде Same as Project деп тұр. Яғни проект қай қалтада тұр, сол проектіге сақтайды. Video previews, мысалы, монтаж жасаған жеріңіз ойнатуға қиын болатын болса, оны алдын ала сақтап рендер жасау керек. Бұл жерде барлық баптаулар осылай қалғаны дұрыс, ыңғайлы. In-guest settings, бұл әлі бізге қосылған жоқ. Ол туралы мен келесі сабақта айтып түсіндірем. In-guest деген нәрсе не, proxy деген нәрсе. Екеуі бір-біріне тәуелді ұқсас нәрсе. Сонымен проектін ашамыз. Жалпы кез келген монтаж жасайтын бағдарламада негізгі 3 терезе болады. Ол ең біріншісі проект деген қалта. Бұл жерде барлық материалдар, сіздер импорт жасаған материалдар, сіздер жасап жатқан монтаж тізбегі деген сияқты барлық дүниелер, қосымша қалталар деген сияқты дүниелер жатады. Екіншісі ол timeline, яғни тізбек. Бұл жерде сіз өңдеп жатқан жұмысыңыздың нәтижесі тізбек ретінде көрсетіліп тұрады. Үшіншісі program, мастер. Сіздің мына таймлиниядағы тізбектегі жасап жатқан дүниеңіздің визуалды көрінісі. Одан бөлек қосымша тағы да бірнеше терезелері бар. Audio mixer, audio clip mixer, track mixer деген түрлері бар. Effect controls,
effects, geometry scopes, құралдар тақтасы, source. Бұлардың әрқайсысымен жеке-жеке танысып өтеміз. Алдымен біз материал енгізіп импорттап көрейік. Материалды Ctrl-E, Ctrl-I, немесе File, Import деп, немесе мына жерден тышқанмен екі рет басу арқылы да файл импорт жасай аламыз. Ctrl-ды басып бірнеше файлды таңдауға болады. Енді бұларды әрқайсысын жеке-жеке қалтаға салуға кеңес беремін. New bin дегенді таңдап, ол жаңа қалта деген сөз. Тізбекке біз жаңа тізбек, яғни sequence, ағылшын тілінен аударғанда тізбек деген мағынаны білдіреді. Бірінші қалтада sequence presets. Бұл жерде тізбектердің жобалары. ARRI камерасына арналған, AVC Intra форматына арналған деген сияқты бірнеше түрі RED, VR. Егер VR стандарттармен таныс болсаңыздар, бұл жерде де өте көп форматтар бар. Бұлардың ешқайсысын қолданбай, әрқайсымыз жеке қалағанымызша форматты таңдаған дұрысырақ. Сондықтан біз settings деген қалтаға өтеміз. ARRI Cinema бұл да жаңағындай форматтың жобалары, таймлинияның жобалары. Сондықтан біз custom, яғни қолдан жасалған деген нұсқаны таңдаймыз. Time base. Бұл жерде кадрлар саны 1 секундта қанша кадр. Қазақстандық телевизиялық стандарт бойынша 25 кадр секундына. Full HD-дің өлшемдері 1920-ға 1080. Вертикалды және горизонталды тік және көлденең пикселдердің арақатынасы бізде 1 square pixels. No fills, no fills, progressive scan. Бұл деген телевизиялық стандартта жоғарғы жолақ, төменгі жолақ деп аталатын бірнеше түрі фотоаппараттар, қазіргі видеокамералардың көбісі progressive scan, дисплей формат. Жаңағы проектін таңдаған кезде біз оны таңдап қойғанбыз. Аудио форматтар. Көбінесе теледидарда қолданылатын формат ол аудионың 48.000 Гц форматы. Video previews. Бұл жерде сіз алдын ала көрем деген видеоларыңыздың форматы қандай? Бұлардың ішіндегі ең оңтайлысы iframe only MPEG. Басқа форматтар да бар, бірақ бұлардың көлемдері үлкен болады. Компьютеріңіздің мүмкіндіктерін аздап кішкене шектеуі мүмкін. Немесе сапасы да соншалықты жақсы бола бермейді. Сонымен тізбектің атын сәлем. Ал енді біздің тізбегіміз өзгеріп шыға келді. Мына программ мониторда, мастерда да бір нәрсе пайда болды. Қара тік төртбұрыш. Дыбыс деген қалтаны ашамыз. Егер біз екі рет тышқанмен бассақ, ол жеке терезе болып ашылады. Бізге ол нәрсе керек жоқ, себебі біз әрбір қалтаны ашқан сайын жаңа терезе ашылып шыға береді. Сондықтан бұлардың бәрін жауып тастап, біз егер осы проекттің терезесін ашқымыз келсе, Ctrl-ды басып тұрып, екі рет бассақ, тура сол терезенің ішінде ашылады. Біздегі дыбыс аламыз да өзіміздің қалаған аудио жолаққа тастаймыз. Болмаса оны екі рет басып, түпнұсқалық материалды көру терезесіне жеткізіп, сол жерден қалағанымызша енгізу түрлерімен оны тастауымызға болады. Немесе мына жердегі дыбыс деген таңбаны басып тұрып, таңдап сүйреп алып салсақ та болады. Келесі бізге керек видео. Айта кетерлік бір қызықты лайфхак. Егер сіз Alt батырмасын басып тұрып, екі рет бассаңыз, сіздің қалтаңыз, сіздің биніңіз сол терезенің ішінде, бірақ басқа жаңа терезе ретінде ашылады. Келесі терезе Effect Controls. Яғни белгілі бір таймлинияңыздағы клиптің қасиеттерін өзгерту. Бұл жерде орналасуы, үлкендігі, айналуы, орталығының орналасуы, антифликер дегеніміз жыпылықтауды жұмсарту, мөлдірлігі, blend mode араласу түрі. Бұл жерде жалпы көптеген түрлері бар, олармен кейін танысармыз.
содан кейін клиптің жылдамдығы. Бұл қазір ешқандай эффект салынбаған күйіндегі өзгертуге болатын қасиеттер. Егер біз келесі терезе ол эффекттер терезесі. Айталық бізге бояу керек. Енді эффект контролсқа өтеміз. Бізде мына жерде жаңа салған эффекттің қасиеттері ашылды. Біз оны қалауымызша өзгертіп, қалауымызша келтіреміз. Байқағанымыздай, мына жердегі сурет қалай өзгеріп жатыр, мына жерде де тура сондай өзгеріп жатыр. Бұл деген Lumetri Scopes деп аталады. Примердағы Lumetri Scopes басқаша аталуы мүмкін. Бірақ кез келген бағдарламадағы бұның жұмыс жасау принципі бірдей. Ол дегеніміз үш түрлі түстік тасымалдаушының экрандағы қасиеттерін көрсетеді. Әрбір түстің қаншалықты бар екендігін көрсетеді. Егер біз мысалы қызылды азайтатын болсақ, тек қана мұнда қызыл азайды да суретіміз жасылға ауысып кетті. Аудио клип миксер. Бұл сіздің аудио жолағыңыздағы клиптермен жұмыс жасау мүмкіндігін беретін терезе. Бұл жерде сіз аудиомен, мысалы, аудионың деңгейін көтеру, түсіру, балансын оң жаққа, немесе сол жаққа жіберу мүмкіндіктерін басқарасыз. Келесі терезе ол құралдар тақтасы. Бұл жерде бірнеше құралдар бар. Бұның ең негізгісі ол selection tool, ол яғни таңдау. Шынымды айтсам, менің өзім мына тізімнің ішінде қолданатын екі-ақ, кейде үшіншісі бар. Құралды қолданам. Жұмыстың 95% осы екі құралмен атқарылады. Ол таңдау, ол оң жағын таңдау. Оң жақты таңдау, бұның ішінде ұзақ батырып тұрсаңыз, сол жағын таңдау дегенде бар. Мына жақшаның ішінде пернетақтадағы қандай пернені басу арқылы қосуға болатындығы жазылған. Оны үлкен жобаларды монтаж жасап жатқан кезде өте ыңғайлы, себебі қазіргі көріп тұрған үлкендікте сия бермейтін дүниелерді ысырып, мысалы, мына алдыңғы дүниелермен жұмыс жасағыңыз келсе, мына таңдаған жеріңізден оң жаққа қарай барлық материалды таңдап алып, ары-бері қозғалтуыңызға болады. Үшінші құрал ол Ripple Edit деген, ол сырғыту. Яғни белгілі бір қиылысқа келген кезде қиылысын өзгерту, сырғыту. Оның бірнеше түрлері де бар. Келесі Rate Stretch Tool. Ол сырғыта отырып белгілі бір файлдың жылдамдығын өзгерту. Өте ыңғайлы құрал. Келесі құрал ол қию құрал. Тышқанмен қай жер ыңғайлы, сол жерді қиюға арналған. Shift басып отырып барлық жерін қиюға болады. Келесі құрал Slip Tool. Ол клиптің орналасқан межесіндегі түпнұсқаны жылжыту. Яғни клипіңіз орында қалады, бірақ соның ішіндегі түпнұсқа ары-бері жылжиды. Келесі құрал ол клиптің ұзақтығын сақтап отырып, таймлиния ішінде сол клипті жылжыту. Келесі Pen Tool. Белгілі бір фигура салу, не болмаса доңғалақ салу. Келесі қол, яғни сіз таймлиниямен ары-бері қозғалып жүруіңізге болады. Үлкейту құралы. Тышқанмен басып отырып, таймлинияңызды үлкейтіп, не кішірейте аласыз. Құр тышқанды бассаңыз үлкейеді, альтты бассаңыз кішірейеді. Келесі құрал ол Type Tool, яғни титр, әріп жазу құралы. Бұл жақында шыққан құрал 2017 жылғы нұсқадан бастап. Кез келген жерге батырып, сол жерде терсеңіз болады. Айта кететін жайт, бұл құралдың пайда болғаны өте жақсы болды, себебі премьердің алдыңғы титрмен жұмыс жасау құралы өте ыңғайсыз болатын. Әрбір таймлиниядағы титрларды өзгерту үшін мына жобада биннің ішінде жаңа нұсқасын жасап, соны таймлинияға тастау арқылы, не болмаса әрбір титр салған сайын жаңа жоба арқылы титр салу керек болатын. Қазір ондайдың қажеттілігі жоқ. Сіз мысалы жазған жазуыңызды басқа жерге көшіріп алып, Ctrl-C, Ctrl-V арқылы көшіріп алып салып, сол жерден қалай өзгерттіңіз, солай өзгерте беруге болады. Алдыңғы нұсқасы ешқалай бұзылмайды, өзгермейді. Келесі видеода тез монтаж жасауды және экспорт жасауды үйренеміз. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.